Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Шаңғышы таудан төмен қарай сырғанайды, оның сырғанаған жолының қашықтығы радиусы 80 метр болса, қозғала бастаған соң қандай биіктікте қарға түсіретін қысым нөлге тең болады. Енді балалар, біз бұл есеп шығару үшін в нүктесіне арналған Ньютон екінші заңын жазайық. Бұл жерде осы в нүктесінде әсер ететін барлық күштердің қосындысы ема центрге тарих жүре беріп тұр. Бұл жерде қандай күш болып тұр? Вектор түрінде жазып қояйық. Мж плюс ен тең болады ема центрге тарих жүре беріп тұр. Бұл бірінші теңдеу. Енді осы біз балалар x өсін міндетті түрде x немесе y өсін центрге тарих жүремен бағытта саламыз. Сондықтан бұл жерде ауырлық күшінің құрауышын аламыз, енді модулін тапқан кезде. Сонда бізде p y минус ен тең болады ема центрге тарих жүре болады. Екінші теңдеу. P y-ті мына сұлбадан қарайтын болсақ, бұлар P y-тің mg-ге қатынасы косинус альфаны береді. Онда жазып қояйық. P y-тің mg-ге қатынасы косинус альфа. Үшінші теңдеу осы жерде P y-іміз mg косинус альфа. Осы ауырлық күшінің y өргөсіндегі құраушысы бұлар центрге тартқыш күш беріп тұр. Төртінші теңдеу. P y-ті тауып алдық. Бұл жерде балар қысым күшін нөлге тең дейді. Осы жерде сонда ен тең нөл болды. 5. Сонда қайтан жазатын болсақ, бізде не қалды? mg косинус альфа тең болады ема центрге тарих жүреу қалды. 5-ші теңдеу дейік. Центрге тарих жүреуді білеміз. Темір бойымен бір қалыпты қозғалыс кезінде v квадрат бөлінген r. Плюстың 6-ші теңдеу. Енді бұл жерде балар жылдамдық жоқ, жылдамдықты энергия сақталу заңы арқылы таба саламыз. Яғни А нүктесіндегі потенциалдық энергия в нүктесінде торғы мен кинетикалық энергия айналады. Сонымен А нүктесінде потенциалдық энергия бірден жасарақ балар mg h тең болады v квадрат бөлінген 2. Осы жерде массаларын қысқартып v квадратты өрнектеп шығарсақ. v квадрат тең болады 2g h болды. Бұл бізде 8 болды. Сонымен 8 6-ға қояйық. 8-ді 6-ға қоямыз. Белгілеп отырған бір жақсы осы баларым. Центрге тарих жүреуді шығарып алайық. А центрге тарих жүреу 2gh бөлінген r болды. Бұл біздің 9. 9-ды енді балар 5-ке қоямыз. 9-ды 5-ке қоямыз деп жазайық. 9-ды 5-ке қоямыз. Белгілеп отырсақ, балар жатыспаймыз. Қай формуладан шыққан белгілеп отыр. mg косинус альфа тең болады м 2gh бөлінген r. Бұл жерде массаларды қысқартып жіберейік, жыны қысқартып жіберейік. Сонда бізде не қалды? Бұл бізден 10-ші теңдеу болды. Косинус альфа тең болады 2h бөлінген r. 11 осы жерден балар h қандай биіктен қысым нөлге тіректересия нөлге тең болды десек, косинус альфа жоқ екен. Енді тағы да біз мына жерде а, о, с, в тікбұрыш, үшбұрыш қарастырайық балар. О, с, в үшбұрышты қарастырамыз. Осы жерден балар косинус альфаны тауып аламыз. Яғни бұрышқа іргелес шыққан катеттің гипотенуза қатынасы косинус альфаны береді. r минус h-ның r-ге қатынасы. Жазып қояйық бұлар. Косинус альфа тең болады r минус h-тың r-ге қатынасы 12. Теңдіктің 10 сол жағы тең, 10 жағы да тең. Яғни белгісізден құтылдық. Сонымен ары қарата жазайық. r минус h-тың r-ге қатынасы 2h бөлінген r. r мен r-ді қысқартып жіберейік. r мен r-ді қысқартайық. Сонда бізде өте жақсы ықшамдар келесілер екен, балар. Сонда r минус h тең болады 2h қалды. Сонымен r тең болады 3h. Біздің
14 теңдеу дейік. Осы жерден H тен болады R бөлінген 3. 15 теңдеу. Яғни арада шығарсақ H тен болады 80 метр бөлінген 3. 80-ді 3-ке бөле салайық болар. Енді 27 екен. 27 метр биікте. H тен болады 27 метр деп дұрыстап жазып қойып. 27 метр биікте. Жауабын жазып қояйық. H тен болады 27 метр биікте. Біздің чаңғышымыз жерге қысым сүрмеді. Қысым сүрмейтін себебі бұл жерде чаңғышымыз не істейді? Секіреді ары қарата. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.